Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте жұмсақ шығатын самса дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма жазылып алыңыздар. Ең бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін суымызға тұзымызды және ұнымызды салып, орташа жұмсақтықтағы қамыр илейтін боламыз. Алдымен лопатканың көмегімен, одан кейін қолымызбен қамырымыздың иі қанғанша жақсылап илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 10-15 минутқа қалдырамыз. Ол аралықта салмасын дайындаймыз. Бізге асқабақ, пияз, ет және қойдың құйрық майы қажет. Сіз өзіңіздің қалауыңызға қарай салмасын өзгертсеңіздер болады. Барлығын біркелкі етіп турап аламыз. Турап болғаннан кейін барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұзын, қара бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте біз қамырымызды алып, тағы да бір рет иі қанғанша қайтарып илеп, және де оны 3 бөлікке бөліп қоямыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырыңызды біркелкі дөңгелек етіп жайып аласыздар. Оның үстінен еріген сармайыңызды құйып, барлық шетіне біркелкі етіп жағып шығасыздар. Қалған 2 қамырды да осылай жайып, осы үшеуін бірге орайтын боламыз. Барлығын орап болғаннан кейін тоңазытқышқа 10 минутқа қалдырамыз. Енді бұны бірнеше бөліктерге бөліп, самсаның қамырын жаямыз. Менде мұнда 20-25 дана шықты. Қамырымызды кесіп алғаннан кейін қолымыздың көмегімен дөңгелек етіп жасап шығамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін енді біртіндеп жайып бастаймыз. Дөңгелек етіп жаясыздар. Жайып болғаннан кейін үстінен салмамызды салып түйетін боламыз. Мен мұнда 3 түрлі әдісін көрсеттім. Ең біріншісі 3 бұрыш, яғни бұны көп қыз-келіншектер біледі және қолданады. Келесі томпақ самса, кейбір жерлерде қабақ самса деп айтады. Бұл жақыннан көрсеттім. Жақсылап қарап алыңыздар. Егер білмейтін болсаңыздар, міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Піскен кезде өте әдемі томпиып шығатын болады. Үшіншісі гүл самса, яғни гүл ханымның самса түрін жасайтын боламыз. Бұл да өте әдемі шығады. Жасап отбасыларыңызды ерекше самсамен қуантсаңыздар болады. Барлық самсаларымызды осындай өзіңізге ұнаған әдістермен түйіп, барлығын орналастырып, бетінен жұмыртқамызды жағып шығамыз. Барлық жеріне жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін үстінен мак немесе күнжітімізді сеуіп, 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Сол кезде самсаларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана. Мені қолдап кетіңіздер.